Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Бүгінгі эфиріміз Қазақстанның халық жазушысы Жұбан Молдағалиевтің туғанына 105 жыл толып отыр. Жұбан Молдағалиев 1920 жылы 22 қазанда Батыс Қазақстан облысы Тайпақ ауылында, қазіргі Ақжайық ауданы Жылқы Айдар ауылында дүниеге келген. 1937 жылы Орал қаласында мұғалімдер даярланатын институтқа оқуға түседі. 1940 жылы әскер қатарына шақырылады. 1942-45 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысып, Майдан даласында болды. Соғыс оның болашақ шығармаларына үлкен әсер етті. 1970 жылы Қазақстан жазушылар одағының төрағасы болып сайланады. 1980 жылы Қазақстанның халық жазушы атағына ие болады. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы кезінде халыққа араша түсіп, батыл сөздерімен ел есінде қалды. 1989 жылы 6 қазан Алматы қаласында қайтыс болады. Жұбан Молдағалиевтің шығармашылығы жүректің шынайы сезіміменен, елге деген махаббаттан, туған табиғаттың сұлулығынан өрілген шеберлікпен жазылған өлеңдер мен прозалық шығармалардан тұрады. Ол қазақ поэзиясына терең философиялық ой мен шынайы эмоционалдық бояу әкелген, өз заманның жүрегін тебіренткен ақын. Жұбан Молдағалиев халық жүрегінен орын алған, өз дәуірінің шындығын тереңнен толғап жырлаған ақын. Жұбан Молдағалиев поэзиясының негізгі тақырыптары отанға сүйіспеншілік, ұлттық бірлік пен тәуелсіздік, адамгершілік пен ерлік, махаббат пен өмірдің мәні. Жұбан Молдағалиев шығармашылығында талдау жасай кетсек, ақынның «Мен қазақпын» поэмасы оның шығармашылығындағы шақтығы биік туындылардың бірі. Бұл шығарма қазақ халқының тарихы мен тағдырын, қайсарлығын айшықтап көрсетеді. «Мен қазақпын» поэмасы 1964 жылы жазылды. Жанры поэма, тақырыбы қазақ халқының тарихы, қайсарлығы, намысы. Идеясы халықтың мың өліп, мың тірілгенін ұлт ретінде жойылмай, қайта өрілгенін дәріптеу. Көркемдік ерекшелігі батыл пафос, асқақ үн. Ұлт рухын көтеретін метафоралар, эпитеттер. Қазақтың бүкіл тарихын бір тұтас образға сыйғызу. Тәрбиелік мәні оқырманға қазақ екеніне мақтану сезімін ұялатады, ұлттың рухты көтереді. Ана тілі жанры өлең. Тақырыбы ана тілінің қадірі, тіл тағдыры. Идеясы тіл қазақ халықтың жаны, оны сақтамасаң елде жоғалады. Көркемдік ерекшелігі тілді ана бейнесімен теңестіру. Ыстық сезімге толы лирикалық сипат. Тәрбиелік мәні ана тілін құрметтеуге, қастерлеуге шақырады. Ерліктің ескерткіші атты поэмасы, жанры поэма, тақырыбы Ұлы Отан соғысында қаза тапқан батырларға арнау. Идеясы батырлардың ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Олардың рухы халықпен бірге жасайды. Көркемдік ерекшелігі эпикалық пафос, естелікке толы бейнелер. Соғыстың зардабын нақты суреттеумен жеткізу. Тәрбиелік мәні жас ұрпаққа ерлікті үлгі ету, патриоттық сезім қалыптастыру. Жесір тағдыры, жанры поэма. Тақырыбы соғыстан кейін қазақ әйелдерінің ауыр тағдыры. Идеясы ерінен айырылған тағдырдың ауыртпалығын арқалаған әйелдердің қайсарлығы мен шыдамдылығы. Көркемдік ерекшелігі әйелдің ішкі жан дүниесін ашу. Қазақ әйелінің бейнесін асқақтаған метафоралар. Тәрбиелік мәні қазақ әйелінің мықтылығын дәріптеу, қазіргі жастарға төзімділік пен қайрат үлгісін көрсету. Лирикалық өлеңдері. Махаббат тақырыбы нәзік, сезімді, адал махаббатты суреттейді. Табиғат лирикасы туған жердің көркін, табиғат пен адамның үйлесімін жырлайды. Философиялық өлеңдеріне келетін болсақ, өмірдің мәні, адамның қоғамдағы орны, уақытты, ар намыс жайлы ой қозғайды.
Азаматтық поэмасы жұбан өлеңдерінде әрқашан халық тағдыры алдыңғы қатарда тұрды. Оның поэзиясы күрескер, өр, қайсар. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында халыққа араша түсіп батыл сөз сөйлегені оның ақының ғана емес, нағыз азамат екенін дәлелдеді. Бүгінгі әдеби сағатымызда біз Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығына шолу жасап, оның қазақ әдебиетіне қосқан үлесі тағдыры бір мәрте еске алдық. Жұбан поэзиясы тек өткеннің мұрасы емес, ол бүгінгі тәуелсіздік елдің рухани тірегі. Ақынның өзі айтқандай, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Бұл жолдар әрбір қазақтың жүрегінен орын тапты. Әдеби сағатымыз осымен өз мәресіне жетті. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.